Сәлеметсіздер ме? Бұл HTML CSS JS сабақтарының 36-шы бөлімі. Бүгінгі бөлімде біз JavaScript тіліндегі циклдер және итерациялар жайлы айтып кететін боламыз. Мен әдеттегідей мына сілтемені видеоның астына қалдырып кетемін. Осы арқылы өтіп, мына жерде толығырақ қазақша танысып кетсеңіздер болады, егер түсінбей қалған жерлеріңіз болса. Жалпы циклдер көбінесе андай тізбектер, то есть бірнеше ақпараттардың жинағынан құралған жалпы тізімдердің ішінен керекті ақпараттарды табу немесе тізімдерді сұрыптау секілді операциялар жасау үшін көп пайдаланады. Сондықтан да біз JavaScript'тегі айнымалылардың типтерін еске түсіріп кетейік. Бұл жерде андай 8 түрлі типтер айнымалы бар деген едік. String, number, boolean, begin, null, definite, object, symbol деген секілді. И осыда мына жерде мына object бар, одан кейін андай массив деген бар. Массив деген айнымалы типіне жатады, бірақ ол мынандай егерде объектіні қарайтын болсаңыздар, бізде мынандай берілуі тура бүйтіп жазылады, мынандай фигурный жақша арқылы. И осының ішінде мынандай айнымалылар өйстіп қатарынан осылайынан жазылады. Бұл осылай бүйтіп жазылу осы объект болып табылады да, ал мынау ішіндегі қасиеттер болып табылады. И одан кейін мынандай массив дегеніміз бар. Массив деген мынандай әртүрлі деректердің жиынтығы. То есть бұның жазылуына мән беріп қарайтын болсаңыздар, осылай тік жақша арқылы жазылып тұр. Жалпы бұны не үшін айтып жатырмын дейтін болсаңыздар, осы циклдарды көбінесе мынандай массивтермен жұмыс істегенде өте көп пайдаланады. Егер де қазір мен кейін сіздер жұмысқа кіретін болсаңыздар, обязательно андай JSON файлдармен жұмыс істейтін боласыздар. Өйткені егер JavaScript разработчик болсаңыздар, қазір мына жерде JSON placeholder деген деп жазатын болсаңыздар, мынандай JSON placeholder typecode.com деген сайт бар. И осы жерде ашып қарайтын болсаңыздар, мына ең астына түсіп қарайтын болсаңыздар, мен users дегенді барып ашамыз да. И осыдан қарайтын болсаңыздар, мына жерде мынау ақпараттар тізімі, осы мына JSON файл болып табылады. И осының ішіне қарайтын болсаңыздар, мынандай қолданушыларды мысалға экранға шығару керек болатын болса, кейін бір жұмыс істеп жатқан кездеріңізде, оның мысалға экранға шығару үшін мынандай name, username, мынандай объектіден құралған да, мынаның барлығы. Даже мына жерге дейін мынау екінші адамда, екінші пользователь. И осының барлығы мынандай тік жақша арқылы массивтің ішіне салынған. Бүйтіп қарайтын болсаңыздар. Кейін сіздер осындай JSON файлды парсить етумен, осыны экранға мысалға мынау адамның атын, оның поштасын, мынандай адресін экранға шығарасыздар кейін. Осындай нәрселерді өте көп пайдаланатын болсаңыздар, мысалға қараңыздар, пост дегенді ашып қарайтын болсақ, бұл жерде де міне қараңыздар, сіздер анау Инстаграмдағы суреттеріңіз тура осылай шығып тұрады, title деп, body деп, мына жерде бірақ жаңалық сияқты шығып тұр. То есть мынаның барлығы әрбір, то есть мына жердегі жаңалық өз алдына бір объект болып табылады. Ал мына жерде мына әрбір қолданушы міне өз алдына бір объект болып тұр да, соның ішінде қасиеттері бар, ID бар, аты бар, email бар, адресі бар, телефоны бар, сайты бар, компанияның аты жұмыс істейтін секілді. Осының барлығы сол объект болып табылады. То есть мына жерде именно users деген объект и соның қасиеттері бар. Ал мына жерде мынау пост деген новости ғой, как бы қазақша тілінше, қазақ тілінде деп жаңалық болып табылады. То есть мына жердегі әрбір жаңалық бір өз алдына объект болып табылады. То есть объект не деп түсінбей отпаңыздар. Егер де қазір фотос дегенді ашатын болсақ, бұл да мына жерде өз алдына бір объекті, міне әрбір сурет. И оның міне қасиеттері бар, міне ID бар, альбомның қандай альбомға жататыны, одан кейін описание, title деген заголовкасы бар, и мына URL бар, мынандай қандай сурет болып табылатын. То есть базданыққа өйстіп сақталады, негізі жұмыс істейтін болсаңыздар көбінесе. И мынандай thumbnail деген как бы қысқаша суреті, то есть қырқылған.
Жалпы объектілер осылар. И қараңыздар, осының барлығы мына ішінде әрқайсысы жеке-жеке объект болып табылады. Міне. И осы объектілердің барлығы бір өз алдына мынандай массивтің ішінде тұр. Мына тік жақша арқылы жазылғанда. Мынаның барлығы, мынау өте көп данный екен. Мына жерге дейін не болып табылады? Массив болып табылады. И негізі практика жүзінде көбінесе осындай объектілермен жұмыс жасайсыздар, кейін андай осындай массивтермен жұмыс жасайсыздар. И осы кезде көбінесе циклды осындай жағдайда пайдаланатын боласыздар. Жалпы сіздер мынау, мен кодты былайынан жазып кеткен, мынаны копировать ете аласыздар. Мен оның алдында видеоларда әшейін бір сурет түрінде саған едім. Енді мынаны копировать етуге болады. Немесе мына жерде view row дегенді басатын болсаңыздар, мынандай болып шығады да, и осыны Ctrl-S арқылы басатын болсаңыздар, сохранить етуге болады. Міне object.js деп. Бірақ оны кейін скачать етіп болған соң, мына жаққа бүйтіп андай нелеріңізге қосуды ұмытып кетпеңіздер, андай мынау секілді файлға ше. То есть ол өз алдына жеке істемейді. Қазір енді мына жерде серверді запускать етіп керек та, мынау кодты копировать етіп вставить етіп керек. Так, мына қалғандарын жаба салайын. И мынаны бүйтіп копировать етіп алайық та. И вставить етейік, жалпы қалай жұмыс істеп жатқанын тексеру үшін мынандай именно ненің кодымыздың. И инструмент разработчикін ашамыз да, міне бізде контролға мынандай ақпараттар шығып тұр. То есть мына объектілерді жариялау кезінде ол былайынан жарияланады. Міне мынандай фигурный жақша арқылы. И ішіне мынау кілті да, то есть қасиеттің әрқайсысы қасиет болып саналады. То есть міне name деген қасиет бар, ол қасиеттің мәні, то есть name деген мына жерде кілт болып табылады да, ал мынау бізде мән болып табылады. Егер де мына жерге қарап кететін болсаңыздар, мен толығырақ бүйтіп жазып кеткен. Міне продукт айнымалысының бірінші қасиеті name iPhone 11 деген мәнге тең, ал оның типі string, name деген кілт, ал iPhone 11 деген мән болып табылады деп әрқайсысын жеке-жеке жазып кеткем. Жалпы объекті осындай нәрсе. И оны біз пайдалану үшін, то есть әрбір қасиетіне обращать ету үшін мынандай продукт деп и точка деп қасиеттің атын жазуымыз керек. Мына жерде точкадан кейін name'ді жазғам. И сол бізге экранға шығарады. Міне атауы iPhone 11 деп, name қасиетінің типі string деген. Мына жерде егерде қарайтын болсаңыздар, мынау type of product деген өз алдына міне берілген дерек типі object болып табылады да, ал оның ішіндегі именно name дегеннің product.name деген қасиеттің типі string болып табылады. То есть мынау как бы сілтемелі тип деген осындайды білдіреді. То есть мысалға мынау объект деген тип бар да, оның ішінде тағы да өз алдына андай айнымалар секілді мынандай қасиеттері бар. Олардың әрқайсысының өзінің типтері бар жеке-жеке. И осыларға обращаться ету үшін просто product.price деп сол именно объектіге осылай қол жеткізе аламыз. Мына жерге бағасы, тауар категориясы смартфон. Мына жерде смартфонды шығару үшін экранға бүйтіп пайдаланғанбыз. Is enabled true деген, то есть қазір оның қолжетімді ма деген білдіреді. Is enabled деген, то есть доступен ли товар есть в наличии деген орысша, қазақша товар қолжетімді деген мағынаны білдіреді. То есть егер ол true болса, яғни ол қолжетімді деген білдіріп тұр. И осы кезде экранға егер true болған кезде мына қазір дүкенде бар деген экран сөзге шығады да. Ал егер қазір мына жерге false деп жазатын болсақ, онда ол кезде міне өкінішке орай тауар қалмады деп тұр. Өйткені андай false болған кезде өйстіп андай кейін сіздер андай бір егер интернет магазин істейтін болсаңыздар, көбінесе осындай формада жұмыс істейтін боласыздар. Сондықтан да жалпы объекттер жайлы біліп кеткен дұрыс. Одан кейін массив деген бар. Мына мысалды копировать етіп тексеріп көрейік. Так, менде мынау i11 өшіре салайын. Бұның мысалды мынаның бәрін өшіріп тастап, ставить етемін да. И бұл жерде мынандай экранға бүйтіп шығарып тұр. Жалпы мына жерде массив осылайынан жазылады. То есть мысалға тік жақша арқылы и ішіне әр элементі мынандай өтір арқылы жазылады. Егерде біз бағана мынаяқтан
нені қарайтын болсақ, так Ctrl Shift-ті басам да. Так, тағы да біреу бар еді. Вот міне мына жақта да үтір арқылы жазылып тұр, көрдіңіздер ме? Міне объектті мына басталған жермен біткен жері мына жерде біткен да, міне мына жерде үтір тұр. Міне үтір, потом екінші объект уже мына екінші элементі, то есть массивтің. Ол мына жерге дейін келгенде міне үтір арқылы жазылған, потом міне үшінші элемент. Ал ең соңғы элементте ешқандай үтір қойылмайды, сонымен бітеді да, мынандай тік жақша қойылады. Жалпы массивтерде осылай жазылады. Мысалға мына жерде только цифрлардан тұратын массив. Жалпы массив деген өзі аты айтып тұрғандай, андай ақпараттардың жиынтығы деген білдіреді. То есть әртүрлі деректердің жиынтығы. Мысалға мына жерде сандардың жиынтығы, ал мына жерде андай жолдардың жиынтығы, ал мына жерде мындай әртүрлі типтердің жиынтығы дегенді білдіреді. И қараңыздар, мына жерде, то есть массивтің ішіндегі ақпараттарда әртүрлі типті болады. Мысалға мына жерде только барлығы жолдан string типтен құралған, ал мына жерде өңшең сан типтерінен құралған, то есть number деген типтен. Ал бірақ үшінші массивке қарайтын болсақ, бұл жерде түрлі типтерден құралған. Мынау boolean, мынау number, мынау string, ал мынау object. И оның ішінде тағы да бір массивтің типі бар, то есть array деген. Короче, осылайынан JavaScript-те өйстіп әртүрлі типтермен данныйларды өйстіп құрастыра беруге болады, бірақ бұндайды көп жерде пайдаланбайды деп ойлаймын. И осының ішінде объектілерге, массивтің ішіндегі элементтерді біз әрқайсысын жеке экранға шығаратын болсақ, былайынан экранға шығаруда кезінде бүйтіп пайдаланамыз. Массивтің атын жазамыз, и одан кейін тік жақша арқылы оның реттік нөмірін жазуымыз керек. То есть элементтің реттік нөмірі немесе индекс деп аталады. Мына жерде индекстің барлығы 0-ден басталады. Егер де мән беріп қарайтын болсаңыздар, мына жерде мен смартфон деген бізде мына жерде бірінші категорияның дегенде, бірақ ол смартфон деген бізде именно массивтің элементі болған кезде индексті 0 деп өйстіп шығарамыз экранға. Егер де мен қазір мына жерде қарайтын болсаңыздар, мен мына жерде үшінші сан дейтін болсам, уже бізде экранға undefined шығу керек. Өйткені бізде мына жерде төртінші элемент жоқ, мына жерде үш қана элемент бар. Төртінші элементті қосу үшін былайынан бүйтіп жазып кете саласыздар ішіне. И осы кезде мен төртінші элемент экранға шығады. Неге бұл 0-ден басталады деп ойлайтын болсаңыздар, жалпы негізі мынау кез келген айнымалы JavaScript тілінде, JavaScript емес, негізі любой программа жұмыс істеу барысында программаның памятінде оперативный памятте жұмыс істейді, негізі программа істеу барысындашы. И осы мынау трэш деп тура сондай сол оперативный памяттің ішінде бір адресте осы данный сақталады. И осы данный сақталған соң оның қатарынан бүйтіп алынатын болады. То есть мысалға әрбір элементі осы бірінші массив сақталған жерден бастап реттік нөмір бойынша кетеді. И осы реттік нөмір 0-ден басталады, өйткені мынау массивтің өзі бірінші элемент болып сақталып тұр ғой. То есть адрестің ішінде бірінші болып. И соның кесірінен бұлың бірінші элементі 0 болып саналады, өйткені ол жылжыту арқылы жұмыс істейді. Егер де қазір мен мысал ретінде мына жақта жазып кеткен, міне массив жалпы кестелік сызықтық деректер құрылымы деп, міне үзілмес жад кеңістігін тобын пайдаланады. И осы жерде мынандай линейкамен салыстыруға болады. Егер де линейканы қарайтын болсаңыздар, олар линейканың басы 0-ден басталады. Постоянно қарайтын болсаңыздар. И соны мынау просто памятте өйстіп, андай оперативный памяттің ішінде өйстіп сақталады да. И соның бірінші элементі 0 болып табылады. Өйткені жерде 0-де тұр ол, андай бастапқы несі. Мынаның өзі общий бір жадыда сақталады да. И соның дальше осылай қатарына кете береді. Просто мұны жаттап алсаң дұрыс, лучше андай оны түсінуді андай прям қатты білудің керегі жоқ. Просто 0-ден басталу керек. 4-ші элемент, бірінші элемент деген мағына білдіреді. Жалпы қысқаша осындай массив пен объектілер жайлы айтып кеттік. Енді осы циклдарға көшейік. Ең бірінші айтып кететін цикл ол for циклы. Ол цикл жалпы андай қайталай беретін жұмыстарды қысқартып істеу үшін керекті операторлар болып табылады. И мына жерде қысқаша жалпы for циклының берілуі былайынан жазылады ол.
бір for деп былайынан жазылады да, и объектіге 3 түрлі аргумент беріледі. Бірінші аргументі басы, то есть цикл қай жерден басталады, и шарты, мына жерде шарттың мәні пока true болған сайын мынау қайталана береді цикл. И қадамы деген циклды типа бір қадамнан тұра ма, или екі қадамнан тұра ма деген сияқты мағынаны білдіреді. Жалпы мына жерде орындалу қадамдарын бүйтіп жазып кеткен, міне ең алдымен бас деген өрнектелген болса сол орындалады. Бұл өрнек әдетте бір немесе бірнеше есептеуішті инициализатты. Жалпы осылай. Одан кейін шарт өрнегіне қарайды біздің циклымыз. Егер шарт true болса, то есть шарттың мәні true деген мәнді қайтаратын болса, ондай болса цикл қайталанып орындала береді. Егер false болған кезде ғана сразу тоқтайтын болады. Одан кейін егер осы true болған кезде мынау оператор орындалатын болады да, осының ішіндегі, мынау өрнектің ішіндегі. Ал егер false болса, уже мына келесі неге көшіп кетеді, то есть секіріп аттап кетеді. Енді мына мысалды копировать етіп көрейік қазір. И осыны вставить етіп көреміз да. И қараңыздар, бізде мынандай көбейт кестесін шығарып тұрмыз. 8-дің 10-ға дейін көбейт кестесі. Неде негізі 0-ді ала салу керек еді. Қадамды бірден бастайық. Мына жерде де мен 0-ді алып тастай салайын. 0-ді керегі де жоқ, міне 10-ға дейін. 8-ден 10-ға дейін. И осы көбейту кестесін енді қарайтын болсақ, біз мынандай дебаг арқылы қалай орындалып жатқанына source дегенге кіресіздер да, и осының ішінде JavaScript таңдаймыз, ашамыз. Міне JavaScript ашылып тұр менде. И мынау бірінші жолға біз брейкпойнт қоя алмаймыз, өйткені сразу екіге қойылады. Өйткені мына бірінші жолда ешқандай комментарий андай орындалатын код болып саналмаған соң, бізде мына жерде брейкті только екінші неге қоя аламыз. И енді мына сайтта обновить ететін болсақ, біздің мына JavaScript-тің орындалу коды мына жерге келді, екінші строкаға келіп тұр. Егер мына астына түсіретін болсаңыздар, қарап отырыңыздар, мына жерде мына айдың мәні 1-ге тең болып тұр міне. Мынау let деген айнымалы, ай дегеннің мәні 1-ге тең болып тұр. И одан кейін мынау шарт орындалып тұр бізде. Ай 10-ға тең ба? 10-ға тең немесе 10-нан кіші деген. Міне бізге егер қазір мынаны бүйтіп қарайтын болсақ, бізде былайынан болып тұр ғой. 1 үлкен немесе кіші немесе кем немесе тең 10-нан деп тұр. И бұл бізге true'ді қайтарады. Мынау егерде салыстыру операторларын егер қараған өткен сабақтарда салыстыру операторлар, шарт оператор кезінде осындай не түсіндіріп кеткен едім. И осы жерде қарайтын болсаңыздар, міне 1 10-нан кіші, значит true деген мәнді қайтарады, дұрыс па? Енді осы true болған кезде мынау код орындалады деп айтып кеттік. Міне қазір код орындалып жатыр. И төмен қарай түсеміз. И мына жерде мынау енді i++ деген команда орындалып жатыр, өйткені шарт орындалып болған соң. И тағы да түсетін болсақ, міне айының мәні 2-ге тең болды. Мына жерге қарайтын болсаңыздар, i деген айнымалының мәні 2-ге тең болып тұр. То есть бізде енді мынау 2 мен 10-ды салыстырып тұр мына жерде. И бұл кезде де true болады, өйткені 10-нан әлі кіші болып тұр. И код орындала береді. Қарайтын болсаңыздар, міне қайтып консоль-логқа барады да, мына жерде қазір 8 көбейтілген 2 тең 16-ға деген мән, то есть жазу экранға шығатын мәні. То есть бізде мынау экранға шығаратын, консольға шығаратын мән, функция болып табылады. И осылайынан кете береді. Қазір қараңыздар, мына жерде енді i 3-ге айналады. Міне i 3-ге айналды, өйткені мынау i++ деген бізде инкремент еді, то есть i-ға 1 деген мәнді қосып отырады. И міне тағы да код орындалып отыр да, енді мына жерде 8 көбейтілген 3 деген жазу экранға шығарады. Так, мен істедім, қайсын бас жерін өз? Мынаны бас жерін мойдым, походу үшін мен. Так, тұра тұрыңыздар. Так, 2, 3. Мені қазір не шығу керек? Мені 8 көбейтілген 3, 24 деген шығып жатыр. Қарап отыратын болсаңыздар, мына жерде айдың мәні 5-ке айналып жатыр. Мына баса берсеңіздер. Қазір мен баса берейін, 10-ға дейін апарайын.
чтобы сіздер түсінікті болсын. Міне ай 9 кезінде де true болады. Мына жерде 9 мен 10-ды салыстырып тұр, ол бізге мынандай true'ді қайтарады. Айдың мәні 9 болып тұрған соң. Тағы да төмен түсеміз. Міне уже 10-ға айналды. Мына жерде 10 да true'ді қайтарады. Өйткені қараңыздар, мына жерде мынау салыстыру тең немесе кем деген мағынаны береді. То есть бізде әлі пока true'ді қайтарып отыр. Енді мына жерде айдың мәнін қарап отырыңыздар. Міне айдың мәні 11-ге айналды, я. Енді 11-ді бүйтіп қоятын болсақ, бізде мына жерде false қайтарылады. Мынау шарт бойынша біз уже false қайтарды да, енді мына цикл орындалмайды мынаның ішіндегі операторлар. Қазір қараңыздар, мына жерде тұр пока әлі біздің кодымыз. Қазір мына жерден уже 2-ден сразу мына 7-ші строкаға көшіп кетеді. Мен төмен басатын болсам, көрдіңіздер ме, міне аттап кетті. Өйткені мына жерде мынау false қайтарған кезде уже біздің мынау командамыз қайталамайды. Жалпы циклдар осылай жұмыс істейді. И мына астындағы мысал екеуін салыстырып қарайтын болсаңыздар, мына жерде 2 мысал тұр енді. И мынау мысал дәл мынау секілді экранға бізге кодымызды осылайынан мынандай қылып шығарып тұр. Міне 8-дің көбейтінділерін. Міне екеуінің жұмыс істеуі бірдей, то есть екеуі бізге бір нәрсені орындап жатыр. Мынау орындап жатқан нәрсемен мына екеуі бірдей. И енді осыны қарайтын болсаңыздар, бізге кодымыз мына жерде ұзақ жазылғанда, ал мынау цикл арқылы, for цикл арқылы кішкене ғана жазғанбыз. Жалпы циклдар осындай кездер пайдаланады. То есть мысалға мына жерде бүкіл жұмысымыз бірдей да, только мына ішінде мынандай 1-2 деген жері ғана өзгеріп жатыр. И мына жақта да 1 мен 2-дің жері ғана өзгеріп жатыр. И осындайды біз цикл арқылы істеуімізге болады. Мына тоқтата салайын. Жалпы for циклы осылай пайдаланады. И осы жерде мына жәнегі цикл денесінің бір орындалуын итерация деп атайды. Егер де мына жерден біз 0-ден бастап есептелген, ал бірақ енді мына мен кейін 0 өшіріп тастадым ғой. 1-ден басталып тұр. И осы кезде мына жерде 10 рет итерация болады. То есть мынау команда 10 рет орындалады дегенді білдіреді. И мына жерде міне қараңыздар, біз 10 рет қолмен жазып шыққанбыз. Ал егер сіздерге мысалға бір мысал ретінде бір 100 шақты есепті шығар десе, то есть типа мына жерде 10 емес 100-ге дейін есепте дейтін болсаңыздар, сіз мынаны 100 рет жазып отпайсыздар ғой. Мынаны қайталап ше. Оны бір рет қана мына жерде жазасыздар да, и сол арқылы орындай бересіздер. Жалпы программистердің жұмысы ол кодты барынша қысқарту, и цикл осы бізге кодты қысқартуға әрі оңай жазуға мүмкіндік береді. Жалпы for циклы сол үшін пайдаланады. Жалпы негізі любой цикл сол үшін пайдаланады, бірақ именно for'дың жұмыс істеуі осылай. Міне циклдың басы, мына басы 1-ден басталып тұр, 1 деген саннан. И мына циклдың шарты, и потом мына циклдың қадамы, мынау бізде қадамы 1-ге артып отыр. Біз мынаны былай жазсақ та болады, мына жерге let 10 дейміз да, и мына жаққа 1 деп жазып, и мынерге i минус деп жазсақ болады. Бұл кезде кему ретінде бойынша орындалады. Мен мына дебагты өшіре салайын, мынерден точкасын алып. Так, мынайды етіп көрейік. И бізде мына жақта кодымыз не болған екен көрейік. Бізде кодымыз мына бойынша орындалған жоқ, өйткені қараңыздар, мынау шарт бір рет қана орындалып тұр. То есть мына жерде 10 мен мынандай 1 ма деп тұрған кезде false қайтарды да бізге ше. Мына жерде false болады, сөйтіп содан соң біздің циклымыз вообще орындалған жоқ. Қазір қарайтын болсаңыздар, егер де мен мынаны точкасын арқылы бір рет мынайды етіп көрейік. И точкасын арқылы орындайтын болсақ, қазір қараңыздар, мына жерде i пока мәні берілмеді. И қазір мына i тең 10-ға деген мән болады да, міне i тең 10. И 10 мен мынау жәнедегі салыстыруды қайтарып орындап тұр да, и бізде false болады шарт. Міне false болған соң бізде сразу мына 7-ші строкаға көшіп кетті, өйткені мына цикл вообще орындалған жоқ. Ішіндегі оператор, өйткені мынау шарт false болып тұр сразу бірінші итерацияның бірінші несінен бастап. Бұндайды не қылу үшін просто біз мынаны бүйтіп жазуымыз керек. И осы кезде қазір, по-моему, қайталанса егер.
Осы кезде просто андай теріс сандарды көбейтіп жатады, қазір қарайтын болсаңыздар. Ой, то есть керісінше жазады деген ғой. Міне 8 көбейтілген 10, 80-нен бастап төмен қарай кеміретінші бойынша кетіп жатыр міне. Бұда да бүйтіп жаза беретін болсаңыздар, міне қараңыздар, азайып жатыр. Қазір 1-ге барады да, уже тоқтап қалу керек. Міне тоқтап қалды уже мына жерде, міне мынау строкалар орындалып жатыр. Қазір бізде кодымыз мыналар орындалып жатыр. И то есть біз мынаны бүйтіп керісінше жазсақ болады міне. Жалпы циклдарды дегенде мынандай плюс арқылы өсу реті бойынша ғана емес, мынандай кему реті бойынша да істеуге болады. Жалпы for циклын. Так, мынаны қайтып орнына келтірейін, чтобы. Одан кейін қараңыздар, мына let деген айнымалы бізде мына жерде пайдаланып тұр ғой, именно мынау циклдың ішінде. И біз осы I деген айнымалын только циклдың сыртында ғана пайдалана аламыз. Жалпы келесі мысалы сол жайлы айтып кеткен. Мына жерде қазір қарайтын болсаңыздар, мына копировать етіп ставить етіп көрейік. И мынаны тоқтата салайыншы, цикл. Ой, цикл деп тұр ғой. Точка останован. И қараңыздар, мына жерде ошибка мына 4-ші строкадан болып тұр. Өйткені мына I деген айнымалы is not defined. То есть I деген айнымалы жарияланбаған, оны қаяқтан алып тұрсың деп тұр. Бірақ бізде ол айнымалы мына жерде тұр. Егер қарайтын болсаңыздар кодымызда, мына let деген айнымалы мына жерде бар да, то есть жарияланып тұр. Бірақ біз оны мынау циклдың сыртында пайдалана алмаймыз. Өйткені мынандай өрнек кездескен кезде, то есть фигурный жақша кезінде, и осы циклдың ішінде берілген айнымалы ол сыртында пайдалана алмаймыз. Ол бірақ мынандай let кезінде жұмыс істейді. Одан кейін мынандай JavaScriptте мынандай тура мынандай let I тең мысалға 10 и мынандай var дегенде бар. Осылайда айнымалылар жаралуға болады, бірақ мынаны қазір пайдаламайды, өйткені бұл ескірген, то есть бұны пока есептемей қойсақ болады. Егерде просто сіздер бұндай var арқылы шеберсек болады ғой деп, может быть, білетін шығарсыздар, бірақ лучше бұндай пайдаланбаған дұрыс. Қазір бұны еш жерде пайдаланбайды деп ойлаймын, қазіргі жаңадан жазып жатқан кодтардың ішінде. Сондықтан біз I жайлы айтатын боламыз. Ой, let арқылы. И енді қараңыздар. Бізде мынау I деген айнымалы жоқ, өйткені ол айнымалы только мынаның ішінде ғана пайдалана аламыз. Одан кейін сіздерде мынандай шартты операторда да мынандай нәрсе бар еді, егерде қараңыздар, if true деймін да мен пак. И осының ішінде де мысалға let бір n тең 22 деймін да, и console.log 22 n деген санды экранға шығарамын да, и мына жаққа өрнектің сыртынан console.log арқылы n-ді шақыратын болса мен, ол кезде бұл да ошибканы береді. Мен пока мынаны комментарийға ала тұрайын. И қараңыздар, мына жерде де n is not defined деп тұр. Жалпы JavaScriptте осындай мынандай өрнектердің ішінде жазылған кодтарды сыртында пайдалана алмаймыз. Мына жерде біз именно айнымалыны біз мына жерде жарияланып тұрмыз ғой, то есть мына өрнектің ішінде. И соның кесірінен біз мына n деген айнымалыны ол өрнектің сыртында пайдалана алмаймыз. Оны жалпы екі жерде де пайдалану үшін біз let деген айнымалыны мынау сыртта жазуымыз керек. То есть мына үстіңгі жағында жазуымыз керек та, и сол кезде ғана мына екеуінде де пайдалана алатын боламыз. И қараңыздар, мына жерде ешқандай ошибка шығып тұрған жоқ. 11 строкада мына console.log 22 деп экранға шығарып тұр. Жалпы осыны біліп кетіңіздер, өйткені кейін бір болмайтын бір ошибкаларды шығарып отырып, кейін таппай отырасыздар бекерден. Осындайды білмейтін болсаңыздар. Одан кейін жалпы for циклінде былай да пайдалануға болады. Айнымалыларды және мен мынау мысалда көрсетіп кеткенде, мына үстінде жарияланған айнымалыны мына екеуіне де пайдалана аламыз дедік қой. Тура сол секілді for'да да міне үстінде жарияланған айнымалыны let I дегенде біз мына жерде міне шарттың басы, циклдың басы ретінде мына жерге I-ды қойып отырмыз. И потом оны мына жерде де экранға шығара аламыз, өйткені бізде код вот міне кодымызда бәрі дұрыс орындалады, өйткені let деген айнымалы үстінде жарияланған. И оны екі жерде пайдалана беруге болады. То есть ешқандай ошибка болмайды. Бүйтіп жазатын болсаңыздар, жалпы мен мынау for циклының жазылу реттерін көрсетіп жатырмын. То есть мысалға, не знаю, мынандай ситуациялар кездесіп қалуы мүмкін, сіздерде кім біледі. Одан кейін
for циклында кейбір нәрселерді жазбай ақ қоюға болады, мысалға ішіндегі именно мына өрнектерді. И қараңыздар, мен мына мысалды копировать етіп қарайтын болсақ, қазір бізде бүйтіп жазылып тұр да, мынандай қос нүкте и дальше просто әшейін мынандай түрде. И бұны қазір қарайтын болсаңыздар, бұл да ешқандай ошибка беріп жатқан жоқ, міне дұрыс орындалып жатыр. Өйткені ол кезде де мына жерде мына I дегенді жазбай ақ, просто әшейін мынандай үтір нүкте қойып кетсек бола береді. Бірақ мына жерде қазір қараңыздар, үтір нүктені мен өшіріп тастайтын болсам, ол уже қате болады міне. Өйткені мына ішінде обязательно мынандай үш түрлі өрнек болу керек, то есть үш түрлі аргумент. Просто біз мынандайды қойып кететін болсақ, ондай болса аргумент бізде мынау айды сразу алып тұр, үстіндегі мәннен. Бірақ мына жерде ұмытып кетпеңіздер, егерде мен мына жерде let деген айнымалын өшіріп тастайтын болсам, мына I тең 0 деген. Ол кезде де ошибка болады, өйткені I деген айнымалы жоқ деп тұр бізде. Өйткені I-ды мына жерде пайдаланғанбыз ғой. Сол себепті де мына үстінде жариялануы керек, обязательно сондайды ұмытып кетпеу керек. Одан кейін мынандай цикл қадамын да жазбай қойсақ болады, өйткені ол по умолчанию. Так, бүйтіп қоятын болсақ, мына цикл қадамын. Ол просто сразу мынау консолдың ішінде мына жақтан алып отырады ол циклдың қадамын. Міне кодымыз дұрыс орындалып жатыр. И мына жерде, по-моему, циклдың қадамын біз екеуі қылып жаза аламыз ба? Көрейікші. Міне мына жерде қазір ошибка болады бізде, ё-моё. Қараңыздар, мына кодымыз тоқтамай кетіп бара жатыр. Өйткені ол постоянно мән ретінде только 2 деген санды алып тұр ғой. Так, мынаны жабайық. Только плюс қолды қойып кетуіміз керек. Так, мына диспетчер задача ашып көрейікші. Походу бізде андай кодымыз қосылып тұр деймін әлі. Бізде андай бесконечный цикл болып кетті қазір. Жоқ, тоқтап қалған екен ғой. Қазір мен бесконечный цикл жайлап кетемін, жалпы. Так, міне. Мына жерде мынандай мысал бар. Бұны қазір жазбастан бұрын мынандай нәрсе істеп кету керек. Мынау цикл шексіз орындалатын болады, то есть мына жерде тоқтамай орындала береді. Мынаның ішіндегі оператор. Қазір егерде біз мынаны запускать етіп қарайтын болсақ, біздің кодымыз істемей қалады. Компьютеріміз қатып қалуы мүмкін. Сол үшін алдын ала мынандай диспетчер задачты ашып алайық. Сіздерде, по-моему, мынандай болып тұру керек ой, бастап күйінше. Мынандай болып тұру мүмкін. Мына подробнее деген басатын болсаңыздар. Қазір мынаны запускать етейік енді, Open with Live Server. И қараңыздар, қазір мынау процесске қарайтын болсақ, міне уже Google Chrome'ымыз көбейіп жатыр мына жерде. Циклымыз. Мынау бүйтіп 29% болып тұрған кесірі, мына жерде бізде кодымыз тоқтамай орындалып жатыр, қараңыздар міне. Страница не отвечает, вы можете дождаться ответа деп тұр. Мына жерде закрыть страницу дейміз. Либо болмаса мынандай Google Chrome'да мына жақта снять задачу деп таңдап тоқтатып қойсаңыздар болады, кейін қайтып аша саласыздар Google Chrome'да. То есть мынау цикл бізде шексіз орындалып жатыр. Өйткені мынау мән постоянно true'ді қайтаратын болады, и соның кесірінен false вообще болмайды бізде. Соның кесірінен мынау циклымыз шексіз орындалатын болады, вообще тоқтамайды. Сондықтан да осындай нелерге мән беріп кету керек, андай циклымыздың именно қалай орындалып жатқанын, қанша қадам бар екенін. Сондықтан да жалпы сондайға мән беру керек. Одан кейін қазір біз Google-дан іздеп көрейікші, мен андай for-ға екі түрлі мән беруге бола ма екен? For cycle JS counter плюс 2. Что-то менде JavaScript'те ондай бар ма еді? Так. Былай жазу керек екен ғой бізде. Жәндегі көріп кетейік. Біз мынандай мысал келтіріп кетейік, қазір қараңыздар мен. Так, мынандай бір, мынаны копировать етіп салайықшы, мен қолыммен жазып отқанша.
мына жерде қараңыздар, мынау 1-ге артып отыр ғой. Қазір мен мынаны бір 100-ге дейін қояйыншы. 100-ге дейін қояйын да, и енді біздің сайтымыз бар. Обновить етеміз да. Командный строка, консольды ашып қарайтын болсақ, міне 99-ға дейін экранға шығарып тұр, иә. 100-ді де экранға шығару үшін просто мына жаққа тең немесе кем дегенді не аламыз да, сол кезде 100-ді экранға шығаратын болады. Егер де 0-ді керек емес болатын болса, просто 1 деп қоя саламыз басына, то есть цикл басы бізде 1-ден басталады. И қараңыздар, мен менде i+ деп жатырмын ғой. Осыны бір қадам емес, 2 қадам қою үшін міне так плюс тең 2. Қазір көрейік. Вот қараңыздар, енді қарайтын болсаңыздар, міне 1, 3, 5, 7, 9, 11 деген ғана сандар шығады. Бұндай нені не үшін пайдалансаңыздар болады андай. Егер де сіздерде бір только андай тақ сандарды экранға шығару керек болатын болса, осылайын экранға шығару болады. Егер де мен қазір 0 арқылы бастайтын болсам, бізге енді только жұп сандар экранға шығатын болады. Қазір қараңыздар. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10, 12, мына жерде барлығы жұп сандар, 100-ге дейінгі жұп сандар. И егер де қазір мына жерге типа 3 деп жазатын болсақ, ондай болса, міне 3, 6, 9, то есть только 3-ке бөлінетін сандарды ғана экранға шығарып жатырмыз. И 10 дейтін болсақ, міне бізде цикл, кішкене ғана цикл орындалып жатыр, то есть 8 рет, 11 рет па орындалып жатыр, 11 рет, қанша біз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть біздің циклымыз, егер де просто мынандай қадамын былайынан жазсаңыздар болады, біз бағана бүйтіп жазсаңыздаршы, тура мынамен мына выражение екеуі бірдейші. Так, мен сіздерге түсінікті болу үшін бізде мынау i++ деген просто мынандайды білдіреді. Мен бір ретте айтып кеткем, по-моему, меншікті оператор жайлы. Так, егер де мен кодымды қарайтын болсаңыздар, кодым деп бұны. Published. Бұда емес еді, по-моему, ше. Неге компьютерім қатып қалады менің? Интернет жайсы отырайын. По-моему, негізгі операторлар және маза әдістер деген бар еді. Біз өткен осыдан 2 сабақ бұрын айтып кеткен. Сол кезде мынандай меншіктеу операторларын бұлай жазсақ болады деп кеткен едік. Міне мынандай мән арқылы так. Вот міне мына жерде қарайтын болсаңыздар, міне мынау мән мен мынау 2 деген мән 1 деген ше. Осы жақтарды оқып қарайтын болыңыздар. Егер де түсінбей отырсаңыздар, мен мына жерде именно не істеп жатқанымды. Именно мына жерде мына қадам санын біз бір ғана емес, то есть мынау бағана инкремент арқылы бір рет қана пайдаланып отырық қой. То есть 1-ге ғана арттырып отырық қой біз қадам санын. Біз оны 1-ге ғана емес, 3-ге дейін любой санды қоя аламыз. Қазір мысалға мен 100-ді қоятын болсам, бізде бір рет қана орындалу керек, или вообще орындалмау керек. По-моему, бізде орындалады, өйткені мына жерде тең болып тұр ғой. i-дің мәні сразу 100-ге айналады да, сразу бір рет қана орындалатын болады. Вот міне көрдіңіздер ме, 0 мен 100 ғана орындалып жатыр. То есть бізде цикл 2 рет орындалып жатыр. Бастапқы мәні циклдың басында 0 болды да, кодымыз орындалды. Кейін мынау мәні 100-ге қосылды да, 100 бен мынау i-дің мәні 100-ге айналып тұр қазір. 100 бен 100 салыстырды, тағы бір рет орындалды. Сөйтіп тағы да оған 100-ді қосса, уже 200 болады да мына жерде. Сонда 200 мынандай болып тұр ғой бізде. 200, 100 деген мән болып тұр. Екеуі бізге false қайтарады, цикл орындалмайды. Жалпы for циклдары осылай. Одан кейін бізде мынандай циклдар бар тағы еще. Мына while деген бар. Жалпы while деген просто өйтіп қазақша мағынасын түсінетін болсаңыздар, мына орысша пока, либо қазақша әзірге деген мағынаны білдіреді. То есть қараңыздар, while циклы шарт ақиқат болғанда өрнек ішіндегі кодтарды орындайды. Оның жазылу тура мынау сияқты, және for цикл сияқты жазылады. Міне копируйт алайық.
Міне қараңыздар. Мына жерде while'дың жазылуы былайынан жазылады. Бізге мына жерде шарт беріледі. И осы шарт пока жәндегі for сияқты осы шарт true'ді қайтарса, осы мына өрнектің ішіндегі код орындала беретін болады. Бізде мынау мысалы бізге экранға 100-ге дейінгі жұптарды санын шығарады деген. Міне. И бұл да дәл сол секілді, және for цикл сияқты, бірақ бұның алдын ала мынандай цикл басын мынау үстінде жазып кету керек. Мына қай неден басталатын? Егер де мен қазір 0-дің орнына бір 50-ді жазатын болсам, 50-ден басталып кететін болады. Қараңыздар, 50, 52 деп ше. То есть цикл қадамы бұл жерде міне i++ деп тұр. Бұда да жәнегіндей нені көбейтсек болады. i тең 2 дейтін болсақ, мына жерде қараңыздар, біз мынау жұп санды және экранға шығарған сияқты мынаны удалить ете салсақ та болады ше. Просто әшейін console.log экранға жұп санын шығару үшін просто бүйте салсақ та болады екен ғой. 0 дейміз да, сол кезде мына қараңыздар. Мына жерде де жұп санды экранға шығарады, барлығы 2, 4, 6, 8. Ал тақ сандарды экранға шығару үшін просто бірден бастап жібереміз. Сол кезде 1, 3, там 5, 7. Жалпы осылайынан келеді. Одан кейін while циклінде де мынандай не бар қазір. Былайына қысқартып жазсақ болады, егерде мына ішіне бірақ команда орындалатын болса ше. Бізде қазір жерде бір команда ғана шығып тұр ғой. Бұны просто бүйтіп жазып салуға болады. Міне бізде кодымыз бәрі дұрыс орындалып отыр, бірақ мына жерде бір рет қана жазылып тұр. Бірақ та егер ішіне бірнеше оператор жазу керек болатын болса, типа мына жерде console.log или бір басқа бір андай бір console.log i көбейтілген так i көбейтілген 5 деп. Мына басында ашылуын ұмытып кетті. Мына блок ашылған и жабылған. Жалпы осылай while циклы дәл анау не сияқты пайдаланады? For цикл сияқты, то есть просто жазылуында сәл-сәл өзгешіліктері бар. Мерде while бит жазылады да, былайынан. Ал for бағанағындай мынандай шарттар арқылы басы ретінде ішінде 3-4 түрлі айнымалы береді. Одан кейін do while дегенде бар. Do while дегенде тура while сияқты, бірақ қараңыздар, цикл берілген шарт ақиқат болғанға дейін қайталанып орындалады. Мен қазір мынаны чтобы мынандай циклдердің разницасын көрсету үшін мен сіздерге бүйтіп жазайыншы лучше. For i тең 0 деймін да. Міне. И потом сіздерге i 10-нан кіші деймін. И одан кейін i++ деймін да. И осыны экранға шығарам. console.log i деймін да. Енді қазір кодты барып қарайық. Неде 10 емес, бір 5-ке дейін шығара салайық лучше. Вот міне 5-ке дейін шығардық. Міне 0, 1, 3, 4 шығып тұр. Өйткені мына цикл басы 0-ден басталған. Енді мен дәл осыны while деймін да. Енді whileға бір бөлек айнымалы жазайық, чтобы анау бір-біріне ұқсас кетпей үшін let g деймін да. И g тең g 5 и console.log g-ді экранға шығарам. Потом оны қадамды көбейтуіміз керек, обязательно g++ дейміз. Қазір экранға қарайтын болсақ, мына бұда да 0, 1, 2, 3, 4 деген орындалып тұр. Енді do while бұған бір let k тең 0 деймін да.
енді k тең k 5 5-тен кіші болғанға дейін. Бұда да console.log k и мына жақта i++ деген k++ деп кетеміз, өйткені мынандай бұда да do while'да да мынандай қадам санын көбейте отыру керек. Бізде мына жерде автоматически мына ішіндегі жазылып жатыр ғой. Ал мынау while деген операторда былайынан мынандай блоктың ішіне жазу керек та. Мынада да дәл сондай. То есть бізде барлығы бірдей орындалып жатыр, қараңыздар. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. То есть барлығы бірдей функцияны орындап жатыр бізде. То есть разницасы жоқ. Сіздер егер мынаны пайдалансаңыздар да не жоқ. То есть мынаны пайдалансаңыздар да болады. Болмаса мынаны пайдалансаңыздар да болады. Либо мынаны пайдалансаңыздар болады. То есть циклдердің барлығы бірдей. Прямо қатты бүйтіп өзгеріс жоқ. Просто әрқайсысын жазылу әртүрлі. Может быть, кімге қалай удобно, солай пайдалана берсе болады. Мына жерде жазып кеткен, егерде бұда да тура жәндек сияқты. Бұл циклда шарт жалған болса, цикл денесі кем дегенде бір рет болсын орындалу керек болған жағдайда ғана пайдаланады деп тұрмыз да. Значит, ол нені білдіреді? Қараңыздар, бізде мен мыналар арасын бөліп тастайыншы, чтобы сіздерге түсінікті болсыншы. Console.log деймін да. Араларын бөлу үшін мынандай n арқылы бөліп тастаймын. Мынаны да n арқылы бөліп тастайын. Міне. Мынау бізде while. Мынау бізде do while деген функция. Ал мынау бізде console.log for дейміз. Міне. Либо на консольді бүйді ашып қойсылайды. То есть бізде мынау үш функция қазір пока бірдей орындалулары бірдей. То есть бәрінде бірдей шарт тұр. Мынада да бірдей шарт, бірдей қадамдар. То есть әрқайсысында бірге асып тұр. Енді қараңыздар, мына жерде мен шарттың барлығын false қайтаратындай қылсам, 0-ге теңестіріп тастаймын. То есть мынандай j 0-ден кіші ма, k 0-ден кіші ма депші. Мына жердегі қазір сіздер именно мына шартқа мән беріңіздер. Міне k 0-ден, j 0-ден, то есть бәрі бір шарт орындалып жатыр. И i 0-ден. Енді қазір экранға барып қарайтын болсаңыздар, бізде именно for мен while деген циклда вообще орындалмайды. Неге олай? Өйткені ол бірінші мына жерде сразу айнымалыны сразу мынау есептеп false пен орындап жатыр да, короче, андай мына салыстыру сразу бізге false қайтарды да. Бізге сразу false қайтарып жатыр. И соның кесірінен мынау біздің кодымыз вообще орындалмайды. Ал мынау j-де де сондай, мынау while кезінде міне j-дің мәні 0 ғой. 0, 0-ден кіші, кем емес, екеуі тең ғой. То есть false қайтарады мынау өрнек. Мына кезде де false қайтарады. То есть мына екеуі екі цикл вообще орындалмайды, мына ішіндегі оператор. Ал бірақ қараңыздар, бізде мына do while деген орындалып тұр, мынау циклымыз. Неге ол орындалып жатыр десеңіздер, бізде шарт мынау өрнектен кейін жазылып тұр. То есть бізде пока айландай бірінші мынау орындалады да, мынаның іші орындалып алады да, одан кейін барып қана шартты тексереді. То есть бізде мына жерде мынау 0 экранға шықты, сөйтіп 0-ге барып 1-ді қосты, бірақ бізде мынау шартымыз мынау өрнектен кейін жазылып тұр ғой. Егерде қарайтын болсаңыздар, мына бізде өрнектің алдында жазылған шарттың барлығы міне. Шартымыз мына жерде тұр да, өрнек кейін тұр. Шарт басында тұр, өрнек кейін тұр. Ал енді мынандай момент кезінде өрнек бірінші тұрда, шарт екінші тұр. И соның кесірінен бізде бірінші мынандай 0 деген экранға шығарады. То есть циклымыз бір рет болсын орындалады міндетті түрде.
именно do while кезінде. Мен мына жерде жазып кеткем. Бұнда енді циклды осындай только бір ерекше жағдай болған кезде ғана пайдаланасыздар, қалған кездер пайдаланбайсыздар деп ойлаймын. Одан кейін мынандай break деген нәрсе бар, break деген оператор. Бұл циклды тоқтату үшін керекті оператор, оны мына for-ға да, while-ға да пайдалана берсеңіздер болады. Мен мына мысал беріп кетті. Енді бұл мысалды қарайтын болсақ, міне 5 пен 12-ні экранға шығарып тұр. Неге бұл былай дейтін болсаңыз, қазір мына жауап жасайықшы. Мына қараңыздар, бұл мысал келесі код, то есть мына массивтен 4 санды тапса цикл тоқтатады. Бізде бағана циклымыз мына бүкіл ненің ішінде орындалып жатқан еді ғой. Мына жерде мына length деген не деп тұратын болсаңыздар, просто ол бізге мынау массивтің ұзынын қайтарады, мына іште қанша элемент бар, соны қайтарады. Егер де қазір қараңыздар, control.log деймін да. r.length деймін. Length деген ұзындық деген білдіреді. Міне 5 деген санды қайтарып тұр. Массив ұзындығы. Міне массив ұзындығы 5, то есть мына ішінде міне 5 элемент тұр әрқайсысы. Әр түрлі элементтер, то есть 5 элементтен құралған массив мынау. И біз соны цикл арқылы экранға шығаруымыз керек та, бірақ егер де мынау шартты алып тастайтын болсам мен комментарийге. И сол кезде мына бүкіл массивіміздің нелерін экранға шығарып тұрмын. 5-ті, 12, 4, -4, 5-ті. Бірақ егер де біз мынандай шарт арқылы тоқтатып жіберсек, break деп. Break деген егер мынау шарт орындалған кезде цикл вообще тоқтап қала салады. Сонда бізде мынау бағана 5 рет орындалды ғой. Енді қазір 2 рет орындалды. То есть міне бірінші 5 деген санын алып алады. Міне r тең. Сөйтіп мынау шарт бойынша пока әлі мынау 5 деген элемент кездеспеді. Ондай болса экранға шығара бересің. 12 мен салыстырды. Ондай болса ол шарт орындалмады да, мынау орындалады. И мына жерде 4 пен 4 екеуі тең болады да. Break деген циклды тоқтата салады сразу. И дальше мынау қалған -4 пен -5 экранға шықпай тұр. Бізде егер де қазір мына жерге бір көп сан жазатын болсақ, бір 45, бір -8, бір 0,25, там 5,6 деп жаза беретін болсақ, мына жерде массивіміз көп болғанмен, по-любому ол дальше орындалмайды. Мына жерде 2 рет орындалады циклымыз. Өйткені мына break деген циклды тоқтатып тұр. Егер де мұны алып тастайтын болсақ, онда мына жерде бүкілі экранға шығатын болады. Жалпы break сол үшін керек, ол андай циклды полностью тоқтатып жіберуге үшін керек. Так, қазір тұра тұрыңыздар. Одан кейін break операторын мынандай белгі арқылы тоқтатуға болады, мынандай лейбл арқылы. Мына break белгі деп, то есть мына жерде қазір мына мысалды копировать ететін болсақ, сразу айтып қойын, бұндай мынандай метка арқылы тоқтату үшін біз былай жазылады, то есть қос нүкте арқылы. Бірақ ол только мынандай кездер ғана пайдалана аласыздар. Егер де мынандай циклдың ішінде цикл кездесетін болса, мына қараңыздар. Бізде мынау общий бір while деген цикл бар, иә. Егер де қазір қараңыздар, мен жауап жасасам, мен мынаның барлығы бір while деген цикл тұр. И оның ішінде тағы да бір цикл тұр. Міне. То есть мынандай бір-бірінің ішіне кіріп тұрған цикл кезінде осылайынан тоқтатсаңыздар болады. То есть мысалға мердегі мынау шарт орындалған кезде мынау сырттағы бүкіл цикл тоқтататын болады да, ал именно мынау шарт орындалатын болса, только мынау цикл ғана, то есть именно мынау цикл ғана тоқтайтын болады. То есть көрдіңіздер ма, именно break-тің мәнін қарайтын болсаңыздар, әшейін просто break жазылатын болса, ондай болса именно сол мынау осы орындалып жатқан циклды ғана тоқтатады да, то есть мынау ішкі
Ал именно мынандай белгі арқылы жазатын болсаңыздар, ол мынау сырттағы үлкен циклды тоқтатады общий. Жалпы жәндегі брейкпен бірдей, просто мынандай именно қандай циклды тоқтатуды жазып кетуіміз керек. И сол арқылы жұмыс істейтін болады. Орындалатын болсаңыз, орындап отқан мына ішкі цикл, сыртқы цикл деп. Бізде циклымыз вообще мына жерде while true деп тұр, то есть ол бесконечно орындала беретін, егер де біз мына тоқтатпайтын болсақ ше брейк арқылы. Бізде мына именно 3 пен x екеуі бірге тең болған кезде сразу тоқтап қалды. Міне мына жерде міне именно орындалып бітті да 2 мен 2. Одан кейін барып әрқайсысының мәні 3-ке ауысқан кезде 3 пен 3 тексеріледі да сразу мынау цикл полностью тоқтайды. Жалпы сол үшін керек брейктің именно лейбл арқылы жазылуы, то есть белгі арқылы, міне орысша ағылшынша лейбл деген білдіреді жалпы. Одан кейін continue деген оператор бар, ол келесі итерацияға көшу деген білдіреді. Ол именно мынандай кезде болады. Бұл да тура брейк сияқты тоқтатады да циклды, бірақ ол именно орындалып жатқан итерацияны ғана тоқтатады. Бізде мына жерде қазір қарайтын болсаңыздар, мына жерде именно 3 деген сан, 3-ке бөлінетін сандардың біреуі жоқ. Міне қараңыздар. 1, 2, 4, 5, мына жерде 6 болу керек, жоқ. 7, 8 деген барда, 9 жоқ. 10, 11 барда, 12 жоқ. Мына жерде 15 жоқ, 18 жоқ. Жалпы ол мына жерде аттап кетіп жатыр циклдың бір қадамын, егерде мына шарт бойынша не қылатын болсаңыздар, қазір мына кодты ашып қарай салайық. Лучше консул. Так, source и JS-ті ашамыз да, и осы жаққа точка основа қоямыз, и обновить етеміз да, міне кодымыз міне орындалып жатқан кезде міне так. Міне бір кезінде мынау шартты оператор орындалып жатыр да, бірақ циклымыз мына астына консул орындалып жатыр. Қараңыздар, қарайтын болсаңыздар, өйткені мына жерде айдың мәні пока 1-ге тең болып тұр ғой. И мына 2-ге көшеміз. Міне айдың мәні 2-ге тең, түсеміз төмен. Міне консул лог орындалып жатыр, мына то есть мына continue'ден кейінгі операторлар. Тағы да түсеміз. Міне айдың мәні 3-ге тең болды. Енді қарайтын болсаңыздар, қазір мына қазір қараңыздар, міне екінші команда орындалып тұр да, екінші строка. Қазір мына 3 орындалмайды да, сразу мына үстіге көшіп кетеді. Міне бір рет басам төмен қарай. Міне continue деген оператор орындалып жатыр да, и фук бізде қайтып үстіге көшіп кетті. То есть мына жерде консул деген орындалмай қалды, өйткені ол именно мынау шарт кезінде осы мынау шарт орындалатын болса, continue келесі итерацияға көшіп кетеді, то есть келесі қадамға. И қайтып былайына орындала берді. Мына жерде мен 4-ке мәні 4-ке тең болып тұр да, то есть бізде қазір мына консул лог деген орындалатын болады. Міне орындалып жатыр. Міне 5 орындалып жатыр. Міне 6 болды да, қазір 6-та секіріп кетеді. Міне қазір мына консул лог орындалу керек еді, бірақ именно шарт мынандай болып тұрып, continue деген жазылып тұрған соң, ол орындалмайды. Міне консул лог дегенге барған жоқ, сразу екінші операторға көшіп кетті, то есть екінші итерацияға. Жалпы continue деген сол үшін керек. Одан кейін continue'де мынандай брейк арқылы жазуға болады. Міне check and G, міне әрбір циклдың атын жазып кеткен. Міне мынау бір цикл, ішкі, то есть, ал мынау сыртқысы. Бұл да дәл сондай, жаңағындай шарт орындалатын болса, мынау check деген оператор үстіге лақтырып жібереді мынаған. Либо check and G деп жазатын болсаңыздар, мынаған лақтырып жібереді. Одан кейін мынандай for in деген бар. For in деген оператор. Бұл бірақ именно бұл объектілермен жұмыс жасаған кезде керек. Міне егер мына кодты ашып қарайтын болсаңыздар, бізге мына просто әрбір мынау for in деген мынау оператордың, то есть мынау айнымалы бар, объекті, персон деген объектінің әрбір мынандай қадамдары, қасиеттерін, ішіндегі қасиеттерін бізге экранға шығарып береді. Бірақ ол мынандай key деген айнымаға теңестіріп алады да, и ол keyді былайынан бит шығаратын боласыздар. Ол именно қазір қарайтын болсаңыздар экранға, мынау точкасын алып тастайыншы. Console
Міне объект қасиеттері, міне first name деп мынаны экранға шығарып тұр. Міне last name'ді шығарып жатыр. Міне осылайынан ішіндегі бүкілін теріп шығады. То есть и одан кейін егер де оның мәнін алу керек болатын болса, міне person дейміз да, турандай бағанағы не сияқты мынандай тік жақша арқылы, бірақ уже 0-1 емес, именно мынандай ключ арқылы жазамыз, то есть кілті арқылы. Бірақ та бұл именно foreign дегенді лучше андай объектіге ғана пайдалану керек, өйткені ол басқа нелерде андай бір жаңағыдай сандармен жұмыс істеу кезінде ол дұрыс жұмыс істемейді. Одан кейін for of деген бар. Бұл көбінесе массив емес, негізі любойына болады. То есть қараңыздар, именно итерация жасауға болатын объектілер бар JavaScript-те. Негізі оларды қазір мынау мен бір ссылканы қалдырып кетейін, егер де толық тізімін көретін болсаңыздар, именно итерация деген міне итерируемые объекты деген бар. И осы жерде міне JavaScript тілінде мынандай объектілер, мынау string, array, typed array, map, set, symbol итератор деген бар екен. Осылар жалпы мынандай for of арқылы жазып кетсеңіздер болады ондайды. Қазір мен мына копировать етіп мынау мысалды көрейік. И бұл бізге экранға міне Audi, Tesla, Honda деп мынау массивті бағанағындай let I тең бірдеңе деп бүйтіп жазып жүргеннен гөрі осылайына қысқаша бүйтіп жазсаңыздар болады. міне let car деген айнымалы, cars деген массивтің ішінен алынады. То есть мына әрбір элементі кейін осы айнымалға теңесіп жүреді, туралы let I секілді. Бірақ та егер де қарайтын болсаңыздар, мына астында келесі мысалға бұл жерде мынандай string деген типті айнымалы да, мына олжас деген бізде string қайтарады ғой. И осыны да мынандай let of арқылы экранға шығарып тұрмын. Бірақ ол кезде ол әрбір мынау несін алып шығады, әріптерін, олжас не деп. Мына ішіне егер типа мынандай леп белгі, пробел, потом барып бір сөз жазбайтын болсаңыздар, ол кезде де міне леп белгі, пробел бәрін экранға шығарып отыр. Мына жерде L деген мына соңындағы 2 рет шығарып отыр. Өйткені бұл именно мына for of деген оператор бар ғой, итерация жасайтын. Ол, то есть мынау JavaScript-те мынандай объектілердің барлығы бар кезде орындала береді. То есть ол не только мынандай массивте ғана емес, сонымен қатар мынандай string нелер үшін де орындала береді. Бірақ та осындай циклдар бар екен біліп кеткен дұрыс. Егер де түсінбей жатсаңыздар, осы мақаланы оқып, теріп, қарастырып көріңіздер жалпы. Бүгінге осы, келесі жолыққанша.